Kız balanın kızmeti sol basında, kalalmaydı ake şeşe kasında, jetken soң ketip kalar arasında, kız uzatу kıyın eken atağa. Неге бүгін аңсатаға ең кенжетай қызыңыз Манзура қызыңызды суаққа шекен қанатлыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай су дәрежеге әкелдіңіз. Бүгін міне қызымыздың дүз несібесі көтеріліп, шын үйіне ұзатылу алдында тұрды. Әрбір шаңырақта қыз баласы ұзатылғанда ата дуасы қабыл болады дейді. Неге бүгінгі Манзура қызымызға өзіңізді жүрегіңізден шыққан ақ пәтияңызды беріп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Hürmetli kalayık ilgi bugün men kızımın жақсы ниет қуанышын hamımız bölüşüp bir жақсы қуаныш болыпты. Dileyim mына hamımız неміз қабыл болсын. Dileyim осы қызым бақытлы болсын. Барған жерінде ата енесіне тәрбие берген ата енесіне рахмет деп айтқандай келін болсын. Міне ағайын туғандар hamımız Gör болып не батырмыз сіздің шаңырақтарыңызда осындай қуаныштар бола берсін. Алайым сол қыздарымыз өздеріне өлім өсіп, бақытты семья болсын. Оң болсын және. Неге қызымыздың әкесі Аңсат ағамыздың берген ақ пәтиялары Алла дәргейінде қабыл болсын. Енді міне осы қызымызды 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп жарық әлемге әкелген анасына сөз нәубеті беріледі. Үйдің жарасыға гүзал маралы, жас жерлерге келін болып барады, анаң байғұс көзін жаслап қалады, қыз ұзату қиын екен анаға. Неге бүгін Манзура қызыңызды шын үйіне ұзатар екенсіз, әрбір перзент ананың бауыр етіне жаралады дейді. Шаңырақтағы һәм мейірман досыңыз, һәм сырласыңыз, қызыңыз міне күйеу баламызға аманат етер екенбіз. Жүрегіңізден шыққан өзіңіздің ақ тілегіңізді білдіріп, күйеу баламыз бенен қызыңызға өзіңіздің ақ пәтияңызды берсеңіз. Елі қалқын, ағайын туғаларымды серғыларым. Жат құда-құдағайларым, әмеңізге рахмет. Біздердің қуанышларымызды бөлісіп келіп тұрғаларымыз. Қызым барған жерінде бақытлы болғай, көбі бәр шақыларымың болғай. Тастай батып судай сіңгей. Сіздердің қуанышларыңызда мен аналық ақ пәтиямды өз перзенттеріме бермекшімін мен. Құдай аумин. Көтер балам білегіңді, Алла бергей тілеңді, жұртқанда жолыңыз болғай, қыдырата жолдасыңыз болғай, Алладан ниетлесеңіз, тілектеріңізді бергей, түбіңіз бір шақыларыңыз мұң болғай, күжімдей саялы, жүзімдей мейуалы болғайсыз. Аллахым не арман еткен болса орындағай. Құрбатырған шаңырақларыңыз бейік болсын. Осағасы беккем, керегелері кең болсын. Терезелері тең болсын. Ішінде ақлық шаулықларымыз көп болғай. Барған жеріңде тастай батып судайсың келсең перзентім. Атаңның үйіне келсең тек қана қыдырып келгейсің. Да күйеу балам менен өмірдің ең үлкен гүзар жолдың басында тұрыпсыз. Құдайым осы жолды басып өтіп де екеуміз қол ұстасып басып өткейсіз. Паруазларыңыз бәлет болғай. Еш уақытта қанатларыңыз талмағай. Хәмеше бақытлы болғайсыз. Құдайым ата-анаңызға хадалық қызмет етің. Әмесін. Рахмет. Анасының көзіне келіп атырған жастары бұл әлбетте қуаныш жастары. Ешбір анаға аңсат емес.
Бірнеше жыл жанында сақлаған қызын өзге шаңыраққа аманат ету. Ұзатайын өзіңді сіңлім, болар екен өмірің қандай, ата-анаңның үмітін ақла, керегесін құлатып алмай. Бір Аллам өзіңді қоласын қызым, өмірде бақ гүлің солмасын қызым. Ұзатылып барасаң өскен ұяңнан, ұша біл қанатың талмасын қызым. Ата-ананың арманы ұлының бағы жанғаны, үлгілі шаңырақтан қыз алып әдеплі келін алғаны. Ата-ананың арманы қызының бағының жанғаны, өз қызындай көретұғын жан ұяға барғаны. Неке бүгін Манзура сіңлім балалық пенен туған шаңырақ пенен қошласып, бүгіннен басылап шын үйіңе ұзатылу алдында тұрсаң. Бүгін міне ата-анаңыз сізге арнап үлкен тойлар беріп атырыпты. Осы ата-анаңның үмітін ақлағандай перзент болғайсаң. Міне кешеден бері Аңсат ағамыз ел халықты жинап, құдаларын шақырып, ас беріп, той беріп атырыпты. Енді міне екі жақтың да ата-аналары сіздерге арнап тойлар беріп атырыпты. Сіңлім, сол барған шаңырағыңда ата-анаңның берген тәрбиясын қызметің менен көрсеткейсің. Сол уақытта кімнің тәрбиялағаны дегенде ахеңіз Аңсат ағамызға рахметтер алып бергенде перзент боласың. Міне күйеу баламыз сізге айтарымыз, қызымыздың ата-анасы Манзура қызымызды бүгіннен бастап сізге аманат етіп тапсырады. Әрбір шаңырақта қыз бала өзінің әкесіне және де ағаларына сүйеніп жасайды. Манзура қызымыз міне ұсаққа шекем әкесіне ағасына сүйеніп жасаған екен. Ендігі барған жағында қызымыздың сүйенген асқар тауы сіз боласыз. Соның үшін барған шаңырақта сіңлім ер азаматтың орнына қойып сыйлап білгейсің. Ал күйеу балаңыз сіз болса өмірлік жолдасыңызды сыйлап білгейсіз. Екеуіңіз шаңырақта ауызбіршіліклі болуға әрекет етін. Сол уақытта үлкен семья болуға әрекет етесіз. Міне ата-аналарыңыз сіздердің арманларыңызды орындап атырған екен. Ендігі жағында ата-аналарыңыздың арманларын орындау сіздердің қолыңызда. Соның үшін екеуіңіз сабырлы болың, еш уақытта бір-біріңізге қарсы келмегейсіз. Міне енді осы екі жаста үлкен қожалық қылу екі жақтың құда-құдағайларының қолында. Соның үшін Аңсат аға сізге айтарымыз, міне қызымызды қайын атасына аманат етерде, ал қызым сол шаңыраққа барып, оны өскейсің деп атырсыз. Әлайым қызымыз сіздің айтқаныңызбенен, сол айтқаныңызды құлағына құйып алған болып, барған шаңырағында кішіпейіл болып, сыйласықлы болып, сол шаңырақта тастай батып, судай сіңіп, үлкен шаңырақлардың бірі болсын. Міне сіңлім, сізге бірнеше уақытлардан бері ақ пәтиялар беріліп атырыпты. Сол пәтиялар Алла даргайында қабыл болып, барған шаңырағында өніп өсіп, өбірлі-шүбірлі болғайсан. Міне ата-анаңыз сізді ешкімнен кем қылмайын деп оқулар оқытты. Оқыған оқуыңыздың налары қалың болып, күйеу баламызбенен екеуіңізге бұйырсын деп қаламыз. Ата-анаңыз, туған туысқанлар қолларынан келгенше сізге сауға саламларын беріп атыр. Сол сауға саламларын барған шаңырағында күйеу баламызбенен бірге бала шағаңызға бұйырып, сол сауға саламларын тоздырмақ несіп етсін деп қаламыз. Күйеу бала сізге айтарымыз не, ер азамат дүнияда үш нәрседен алжаспау керек. Бірінші бұл кәсіп таңлаудан, ал екінші жора жолдас таңлаудан, ал үшінші өмірлік жолдас таңлаудан дейді. Осы үш нәрседен алжаспай өмірде бақытлы болу сізге несіп етсін деп қаламыз. Ал сіңлім, енді барған шаңырағында сол шаңырақтың керегесін құлатып алмай, сол шаңыраққа жақсы ниеттер тойлар алып келетұғын перзент болғайсың. Енді екі жақтың ауызбіршілігін ұсылау сіздердің қолыңызда. Екеуіңіз қандай тату болсаңыз, ата-аналарыңыз сондай тату болады. Неке Манзура сіңлім, хаужарлар менен ұзатылып кету бұл әрбір қыздың арманы. Бүгін міне Аңсат ағамыз сіздің арманыңызды орындап атырған екен. Хаужарлар айттырып ұзатып беру ел халқымыздың ең бір керекті дәстүрлерінің бірі болып қалады. Міне кешеден бері сізге қайын енеңіз келіп алтын сырғаларын салды. Әлайым құлағыңызға хәмеше жақсы хабарлар келіп тұрсын деп қаламыз. Ендігі нәубет қызымызға арналған хаужар қосығына беріледі. Хаужар қосығы уақытында жасылкен аналарымыз, туған туысқанлар, қызымыздың достары келіп қызымызбенен көрісіп, қызымызды соңынан шын үйіне ұзатып саламыз. Қайтсын енді анаңды, қылмай тұр ғой
kızım, kız balan bol konakta ışılap durur arkasında. Kız uzatılganda janına kız jengeleri koyuladı. Osu jengelerдің жолларын Manzura kızımızga bersin dep kalamız. Al kүйөө balamız ne Manzura kızımızды sizge бүгүннен баштап аманат етіп тапсырамыз. Себебі kızımız өз әкесін, ағаларын, туған туысқаларын тастап, бүгіннен бастап сіз менен бірге бір өмір бақытлы болуға, тұрмыс атлы гүзар жолға қадам тастауда. Соның үшін Манзура қызымыздың көзінен жас ақтырмай, қолдап қуатлау ендігі жағында сіздің қолыңызда. Екі жас бақытлы болып, өмірлі шүгірлі болсын деп қаламыз.
күйеу баламызға ақ жол тілейміз. Мазура қызымыз барған жерінде өніп өсіп үлкен шаңырақтардың бірі болсын деп қаламыз. Мінекей бүгінгі Аңсат ағамыздың беріп отырған тойлары тойларға ұлассын.